Нағыз қазақтарға арналған әзіл сөздерім. Мен нағыз қазақпын ай. Сол үшін жақсы көремін сіздерді ай. Неге десеңіз, үш дінді сыйғыздырған ай. Өзгерттірген, біріктірген, толықтырған ай. Қайран менің қарағым ай, қазағым ай. Бір күні жаңа танысыммен ай, бірге ас жеп болысымен ай, деді, сіз бата бізге бересіз бе ай? Мен берсем берейін бата сізге ай, деп әдетім ғой, о господи деп қалыппын ай. Орысша сөйлеп үйренген қалыппен ай. Сонда тістеп тілімді ай, қазақша бата берейін дедім өзімшелеп ай. О Құдай, береке бере көр дедім ай. Біздің дастарханымыз жиылмасын ай, амандықпен өзіміз жиылайық ай. О Алла деп бастап шүкіршілік еттім ай. Соңында амин деп орысшаладым ай. Әлде арабша ма, тәңірше ме білмедім ай. Сосын мен орнымнан арабшалап ай, бисмилла, бисмилла, бисмилла ай деп тұрды, маған шайтан жабыспасын деп ай. Ойлап, жалғыз Құдай бар дедім ай. Жалғыз Құдай бар дедім ай. Сонда басым қатып білмей қалдым ай. Қазақшалап бір сілтеп қолымды ай. Баспасыңа бай қайда дедім ай. Бәріңе жетеді бір Құдай ай. Содан соң бірден тұрып кеттім ай. Соң досымды ай. Досым болып қалды ғой бірге шай ішкен соң ай. Шығарып салып тұрып оны кетеріңде ай. Пока, братан, прощай деп орысшаладым ай. Ол кеткенінде отырып, асықпай, менің қазақ елімде, қазақ жерімде ай. Тек жақсылық болсын бұл кезеңде ай. Деп арабшалап па, тәңірше ме, орысшалап па, амин. Деп бітірдім батамды ай. Өзімше ұялып қалған болып ай. Туырладым аумин деп қазақшалап ай. На всякий случай бисмилла деп тұрдым ай. Арқамнан мынау тағы шайтан жабысып жүрмесін деп ай. Сосын бұл не аралас сұмдық дедім өзіме ай. Іші таусылмайтын сұмдық дедім ай. Енді не қыламыз деп отырдым ойланып ай. Бірақ өмірдің өзі тәңіршілікке бұрылды ай.